Сөз депутат Абилдаев Азамат Рахатұлына беріледі. Рахмет. Құрметті төраға, қадірлі әріптестер. Ақжол фракциясы мен аграрлық комитет мүшелерінің депутаттық сауалы премьер-министрге жолданады. Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналады. Алдағы жылда ауыл аймақты өркендетуге басымдық береміз деп атап көрсетті. Бұдан кейін құзырлы органдардың жұмысы барынша жанданып, тиімділігі артуы тиіс еді. Шын мәнінде бұлай болмай отыр. Осы залда 2 жылдан бері біз қаншама сауал жолдадық. Өкінішке орай, баяғы жартас, сол жартас, шаруалардың жан айқайын үкімет әлі естімей келеді. Қағаз жүзінде бәрі де қатып тұрғаны болмаса, айтарлықтай өзгерістерді қарапайым адамдар сезініп отырған жоқ. Ауыл шаруашылығы министрлігінің халық алдында қалай есеп беретініне қайран қаламыз. Мәселен, ветеринария жұмысында былық пен кемшілік шаш етектен жарты жылдан астам уақыт бойы осы салаға жауапты комитет төрағасы мен вице-министр тағайындалмады. Солардың салдарынан 8 ай бойы егілетін вакцина қолға тимеді. Соншама уақытта жиналған екпені 1 айда жаппай салуға болмайтынын оқымаған шаруа да біледі. Мұның ақырында қаншама мал ауруға ұшырап, мемлекет қаржысына сатып алынған екпе қоқыстарға төгілді. Экспортқа суытылған ет шығарамыз деген үміттен айырылдық, бірақ министрлік міз бақпады. Өткен жылы біраз аймақтарда жем-шөп тапшылығынан жұт болды. Үкіметтен қажетті көмек жетпеді. Министрлік болса, ашық құрсақ малдың жайын ескермей, егер төлді 75% болмаса, субсидия берілмейді, және затех норма 5%-дан аспауы керек деген бұйрық шығарды. Малшылардың бірі субсидиядан айырылса, екіншісі құжатты бұйрыққа сай келтіреміз деп істі болды. Арық тұрақ малдарын сата алмаған ағайындар дер кезінде қарызын жаба алмай, айыппұл төлеп кемінде 5 жылға дейін несие алу мүмкіндігінен айырылды. Диқандар да биыл қиындықта тап болып отыр. Маңдай терін төгіп, егін еккен адамдар астықтарын өткізе алмай отыр. Ол жөнінде бізге премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр 13 қазандағы сауалға берген жазбаша жауабында 10.500 вагон бар, экспортерлардың бүкіл қажеттілігі шешілді деп сендірген. Өкінішке орай ол да болмады. Олар енді желтоқсан айына дейін несиелерін өтей алмаса, келесі жылы несиеден айырылады. Бұған жаны ашып жатқан бір министр жоқ. Енді сүт және сүт өндірусінде таңғаларлық жағдайдан шу шықты. Еңбек адамдары сүтке берілетін субсидияны 2 есе төмендетуді сұраған министрдің бастамасына қарсы реніш білдіруде. Агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 21 жылы 219 миллиард бөлінсе, биыл 420 миллиард теңге субсидияға көтерілді деді. Ендеше неге фермерлерге берілетін субсидиялар 2 есе көбеюдің орнына азайып барады? Көп жағдайда үкімет сырғытпа жауап беріп үйреніп алған. Ел ішінде осы салаға 5 жылда 2 триллиондай субсидия бөлінген деген ақпарат бар. Бірақ министрліктің әр жылға бөлінген субсидиялары бойынша жазбаса ақпарат алған кезде 5 жылда ол 1 триллионға да жетпеді. Біз қашанғы жалған статистикамен өмір сүреміз. Мұндай статистиканы беретіндер жауапқа тартылмай еш нәрсе өзгермес. Жалған статистикамен қалай мемлекеттің даму стратегиясын жасауға болады? Ауыл шаруашылығының субсидияларын қысқарту жалғаса беретін болса, қалай азық-түлік қауіпсіздігін халықты қажетті тауарлармен қамтамасыз етеміз? ақш президенті Рузвельт 100 жыл бұрын Конгреске қарсы шығып, ауыл шаруашылық субсидиясын қысқартсақ, бүкіл Америка, Вашингтон мен Нью-Йоркта тұрады деген. Ал бізде ауыл шаруашылық субсидияласын қысқартып, оны басқа салаларға бұруда. Сондықтан да ауыл шаруашылығы министрлігі барлық өңірде мемлекет басшысының алдына қойып отырған міндеттерді жүзеге асыру туралы есеп беруін, жұмыс тәртібіне енгізуді және жұмыс жасап отырған шаруаларды қанай бермей, оларға жағдай жасап, штраф пен пеня дегенді алып тастап, қара тізімді жойып, субсидияларын дер кезінде төлеп, шаруаларға ұзақ мерзімге несие беруді сұраймыз. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары мен аграрлық комитеттің мүшелері. Рахмет.